Сыр елін сүлейлер ерелеп тегін атамаса керек. Ешіне сал, балқы базар, жиенбай жырау, шораяқтың омары секілді ақын жыраулардан бастау алатын сүлейлер шоғыры термешілік дәстүрдің мектебін қалыптастырып үлгерді. Қазақ даласы бүгінде сол бір даналардың ізін жалғаушы жыршы термешілерден де кенде емес. Армысыздар, назарларыңызда сырдағы сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз жыршы термеші, республикалық байқаулардың жеңімпазы Марат Сүгірбай. Мәке, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Алғашқы сұрақ, жыршылық, термешілік өнерге қалай келдіңіз? Қызығушылық неден пайда болды? Жалпы өнерге жетелеген белгілі бір тұлғалар бар ма? Бір қай нәрсенің бастау бұлағында өзі мына отбасының тәрбиесі деген бірінші кезекте тұрады ғой. Жаңа ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей. Барынша біз ауыл баласы болғаннан кейін біз сол қазақ отбасында тәрбиелендік. Сол үлкен шал кемпірдің баласы дейді ғой, енді сол ата әжеміздің қолында өсіп, сол кісілердің тәлім тәрбиесін, мейірімін көргеннен кейін сол біз енді қалай бір қаншалықты қалаға келіп құлашымыз жайғанмен бәрібір біздің сол түпкі тамырымыз ауылдан шыққанымыз білініп тұрады. Ауылдан шыққан әрбір баланың бойында өзі өнері де, сөзге бейімділігі де, мынау ұлттық аспаптардағы әуендерге, дыбыстарға бір құмартып тұратыны ол болса да бесенеден белгілі. Сол өзіміздің атамыз, біз 5 жасқа келген кезде Сатыбай әкеміз сол бізге өзі ұста ісмер кісі еді, зергер кісі еді. Сол мына балдарыма ермек болсын деп, сол жиені бар, өзінің немерелері бар, жиен немерелері бар, 10 шақты домбыра соғып берді. Соның өзі сол домбыраны қазіргідей енді біз қазіргі балдарымыз енді телефонға, жаңа анау-мынауға бұның алдындағылар жаңа компьютерге өңіліп атқан кез ғой. Әйтеуір бала бірдеңемен шұғылданып, бірдеңе әуестену керек қой. Біздің сол әуестігімізді сондай дүниелер жасап беріп, бізге алданыш қылып, кейіннен сол өміріміздің өзегіне айнала бастады. Сонымен енді сол оқып жүрген кезімізде біздің ауылдағы жаңағы клуб меңгерушісінің жұмысы бар, ұстаздарымыздың жұмысы бар. Солардың өнерге баулуының арқасында әйтеуір азды-көпті осы тіршілікке мына дәстүрлі өнер дейміз, ұлттық өнер дейміз, осыған жаймен хал-харекетімізше қызмет қылып жатқан жайымыз бар. Қазақтың жыр термесімен сусында өскен сыр елінің тумасысыз, оны жақсы білеміз. Республикалық көлемде де осы сыр өңірінің өнерін танытып та жүрсіз. Жыршылық өнер үшін тағы не істей алдым деп ойлайсыз? Істеуіміз керек, не істеуіміз керек, не істеп жатырмыз деген мәселелермен шынымен жаңа сұрақ бойынша көп ойланып, көп қолымыздан келгенше тырмысып тырбанып жатырмыз. Енді не істей алдым дегенде енді халық бағасын бере жатар. Бірақ енді жаңа жасап жатқан жұмысымыз жөнінде айтып өтейін. 2012 жылдан бастап біздің Қызылорда телеарнасының облыстық қолдауымен тікелей осы мына Жақпар Қарабала ағамыздың тікелей осы жоспарлы жұмысының жүйесімен сол 2012 жылдан бастап жыр керуен, сыр сүлейін сұрасаң мәдени танымдық бағдарламасына редакторлық жүргізушілік қызмет атқарып келе жатырмыз. Осы аралықта бұл бағдарлама жабылып қалып, немесе бір тоқтап қалған жоқ. 2012 жылдан бастап демін бір тартпай осы қызмет әйтеуір жұмысын жалғасын тауып келе жатыр. Бұл не? Бұл сол халықты мына көгілдір экран арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өнерімізді насихаттауға үлкен мүмкіншіліктерге жол ашу, сол мүмкіншіліктерді мейлінше ұтымды пайдалану. Бұл бір енді жасап жатқан, енді сол ағаларымыздың қолдауымен жасап жатқан, бұрынғы ұстаздарымыздың қалыптастырып кеткен сүрлеуі сол негізде атқарылып жатыр. Сол негізде жылжып жатқан көш. Ал енді өзіміздің ерікті былай, өзіміздің мынау қызметімізден тыс атқарып жатқан жұмыстарымыз енді шүкір жоқ емес. Астана қаласына, Алматы қаласына, және өзіміздің облыста, арғысы мынау Ақтау, Маңғыстау беткейлерінде, Орал беткейлерінде осы өнерпаздарымызды алып барып, өзіміздің ерікті жастардың концертін беріп жүрміз. Астанада 2 рет бердік. Кеше осы 2021 жылдың осы күз айында да барып үлкен қазақ концерттік ұйымында концерт бердік. 20-ға тарта жас буынды. Біздің бір осы неміздің, жұмысымыздың бір ерекшелік бұлар жастар. Енді ол жас, жаңа буын, жаңа кезең, еліміздің, мемлекетіміздің келешегі жастар дегендей, ол өнердің де келешегі жастар. Алмас Алматов ұстазымыз айтқандай, өнер мұрагер ұрпақтары арқылы дәстүрлі сипатқа айналады дегендей, оның дәстүрлі сипатқа айналып,
өйстіп ол өнердің жалғасы, ол өнердің келесі кезеңге өтуі ол міндетті түрде жастардың ықпалымен. Сондықтан сондай ерікті өзіміздің жаңа елдегі ағалардың, қалталы азаматтардың азды көпті қолдауымен, солардың кішкентай біздің жолымызды, жатын орнымызды, ішер тамағымызды көтеріп бергеннің нәтижесінде біз осындай әр облыстарға, кеше оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласына барып концертімізді бердік. Алматыда концертімізді бердік, үлкен Алатау дәстүрлі өнер театрында. Ғалымдарымыз келіп оң пікірін білдіріп жатыр. Астана болса да, енді Құдай қаласа биылғы жылда осы Ақтау тағы да, мына Орал беткейінде үлкен ағаларымыздан, үлкен осындай бір мәдени ошақтардан қолдау болып жатса, біз осы Баян-Өлгей, Моңғолия жеріндегі қазақтарымызбен қауышқымыз келеді. Ар жағында Астрахандағы, Орынбордағы қаншама қазақ қандастарымыз бар. Осындай енді үлкен жұмыстарымыз тұр. Әрине бұның барлығы айналып келгенде мына үлкен қолдауға, үкіметтік қолдауға, облыстық әкімдіктің, мәдениеттің қолдауына, әрі-берден соң елдегі осы өнерге жан ашитын, руханият жанашыры үлкен ағаларымыздың қолдауына тіреледі. Енді ол жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегендей, ол қанша не қылғанымызбен. Осы өнердің біз насихатта осы республика көлемінде бұл ерікті жастар дейміз ғой. Біз мемлекеттің мәдени саланың жоспарынан тыс осы өнердегі азаматтардың өзінің сілкініп серпілуімен атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. Енді мына әлеуметтік желі арқылы мейлінше халықпен бөлісіп жатырмыз. Енді қазір ақпараттың өте қолжетімді кезі ғой. Сондықтан енді сол дамытып жатырмыз. Бірақ енді айтып өту керек, бұл біз атқарып жатқан жұмыстардың негізгі тобы осы жастар. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, негізгі жұмысымыз, негізгі бағытымыз бұл жастармен бірге тығыз байланысты деп жатсыз. Жалпы қазіргі жас жыршы термешілердің аяқ алысы қалай? Ердәулет, өте өзекті сұрақ. Неге десең, қазір тәуелсіздік алған жылдарда енді жастарымызға біздің көп ақпараттықта жалпы әсер ететін көп құралдар, құбылыстар пайда бола бастады. Енді бұл заманның, әрине енді бұл заманның легінен қалмау керек. Ол заман толқынымен бірге тербелу керек дегендей. Қазір енді шүкір елдің арасында осы домбырасын арқалап, былғары футлярына, қорабына салып домбырасын артып үйірмелерге барып жүрген жастар жетерлік. Әйтеуір енді шығармашылық дамыту негізінде біздің мәдениет саласының да беріп жатқан үлкен жаңа нелер бар, мүмкіндіктер бар, жобалар бар, проектілер бар. Соның негізінде ауыл-ауылда көлемінде, аудан көлемінде, қала көлемінде ашылып жатқан орталықтар бар. Солардың есігін ашып, соған қызығушылық танытып жүрген жастар бар. Бұл енді домбыра, күй өнеріне, ән өнеріне. Ал енді жыршылыққа да жоқ емес. Жалпы домбыраға басын қойып келген адамға ар жағында жыршылықтың да ауылы алыс емес. Бәрі бір-бірімен біте қайнасып жатқан дүние. Сондықтан енді біз қазір енді жас термешілердің осы университет қабырғасында болсын, мынау Қазанғап атындағы музыкалық колледждің қабырғасында жүрген жастардың қызығушылығы, жас термешілердің аяқ алысы жаман емес. Енді жаңа негізгі әңгімеміздің барлығы жастарға келіп тіреліп жатыр ғой. Енді қазіргі өзіміздің отбасымыздағы кішкентайларымыз, балаларымыз, қоғамдағы жастарымыздың барлығын осы дәстүрге қызықтыруда, домбыра үйірмесі бар қаншама, дәстүрлі өнердің саласына қызықтыруға, әкелуге, соларды көбейтуге қандай бір жоспарлар бар? Үйірмелер ашу бар ма ойда? Үйірмелер қазір облыстық мәдениет және архивтер басқармасының, құжаттама басқармасының бір несі шығып жатыр. Шығармашылықты дамыту, қазір жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Сол уақытта ашылып жатқан үйірмелер жетерлік. Оны айтып өтуіміз керек. Жүйелі жұмыста шалып жатыр. Оның ар жағында қазір енді әрбір ауданда, мысалы Аралда, Қазалыда, Қармақшыда дейді. Мынау Жалағашта ақындар, жыраулар үйірмесі бар. Әрқайсысына бір мамандар тартылып жатыр. Сол тартылып жатқан мамандар, бұл кадрлық, бұл шоғырдың барлығы осы Айтос Рахметов колледждегі, Қазанғап атындағы, соның жетекшілігіндегі және Алмас Алматов негізін қалаған Қорқыт Ата университетіндегі дәстүрлі музыкалық жыр өнері және музыкалық білім кафедрасы негізінен білім алған жастар соған тәлім тәрбие беріп жатыр, атқарылып жатыр.
Енді жаңа қызығушылық ояту мәселесі ғой бұл жерде. Қызығушылық ояту мәселесі. Жастар шығу керек. Жастар осы өнермен түбегейлі кәдімгі былай айтқанда ауыратын дейді ғой енді. Түбегейлі осы өнерге баулыған, осы өнерді кәдімгі осы ән айтпаса, жыр айтпаса тұра алмайтын қазақтар, жастар көтеріліп шығып, олардың насихат жұмыстары кәдімгі қазіргі айтқанда бір елең етіп, жарқ етіп шығып, солардың қалайда санасына сәуле түсіп, жүрегін баулай білу керек. Сол кезде селт еткен дүниеге, өзіміздің онсыз да қанымызда бар дүние, сол рух оянады. Сол кезде өзі келе бастайды қызығушылыққа. Сондықтан істеу керек. Осындай жеке студиялар, жеке бағдарламалар, мына облыстық жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары, телевидениеміз арқылы жастардың қазір жалынатып тұрған жастардың осы терме айтқан, жыр айтқан, дәстүрлі ән айтқан бағдарламаларын мейлінше көбейту керек. Түсінікті. Енді бүгінгі жыршыларға сұраныс қандай? Сұраныс жоқ емес, бар. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, біздің эстрададағы әншілеріміз сияқты, немесе қазір енді шүкір 30 жылда біздің ұлттық өнеріміздің бірі, синкретті өнеріміз дейміз, ақындық өнер, айтыс өнерімен салыстырғанда, эстрадамен салыстырғанда тіпті алыстамыз. Олармен салыстырғанда айту керек, сәл төмендеу. Ол енді қазір осылай болды деп байбалаң салудың тым бір қажеті жоқ. Жұмыс жасауымыз керек. Ол енді айтсақ та айтпасақ та халық біледі. Оны жасырып отыратын ештеңе жоқ. Бірақ жаймен бой түзеп келе жатыр. Менің кішкентай мына YouTube каналына, әлеуметтік желіге салған кішкентай осы термелерім болса, дәстүрлі әндерім болса, соған келесі бір неде жастар арасында мәке соны айтып берші. Сол термең бар еді ғой, сол кімдікі? Ана бір жерден естіп қалып едім, соны қайдан алсам болады, өзіңде соның несі бар ма, записі бар ма деп сұрап жатады. Бұл да сол кішкентай жасалған жұмыстың нәтижесі ғой деп ойлаймын. Сондықтан күшейте беру керек. Қазір жастардың назары қайда? Сол назар жағынан келу керек қой. Мен түсінемін. Назары қайда ауады, сол жағынан алдына шығу керек деп ойлайсыз. Бағдарламаның басында айтып өткен жыршы термешілердің осы қазаққа танымал Балқыбазар, Жиенбай жыраулар секілді жыршы термешілердің ізін жалғаушы деп қандай шәкірттеріңізді айта аласыз? Бұл енді Базар жырау, Жиенбай жырау, бері қарай Балқашбай жырау, тағы кімдер бар? Шәмшат Төлепов апаларымыз, бүгінгі Бидас ағаларымыз, ұстазымыз Алмас Алматов. Алтын тін арқау жібін үзбей дейді ғой бүгінгі жетті деген. Осы кезеңде бір не жоқ. Шынжыр қатар үзіліп қалған кез жоқ. Келе жатыр. Сол біз 2008 жылы Алмас Алматов ағамыздың кафедрасына оқуға қабылдандық. Сол кезде біздің ұстаздарымыз Руслан Ахметов, Шолпан Бейімбетова, Амандық Бүрлібаев, Серік Жақсығұлов сияқты, Айбек Тәңірбергенов сияқты ағаларымыз ұстаздық қылып. Бұл не қылған? Бұл сол өнердің кәсібиленуі, сол мамандықтың кәдімгі мемлекеттік дәрежесі бар, пән ретінде оқытылуы, барлығы сол кафедраның, облыста сол кафедраның аясында жүйеленіп негізделді десек болады. Енді содан бері қарай қаншама шәкірттер. Бүгінгі Күнсұлу Түрікпен, Нұртілек Ақтаев, Айдар Үстенов, Ерсейіт Әлиев бар ғой енді шүкір. Сол негізде жаймен келе жатыр. Ал енді жалпы өзімнің жеке басыма айтар болсам, ең бірінші осы шәкірттікке баулығаным Мейірімжан Махамбетжанов. Бұл бүгінгі таңда осы Айдарлы ауылында біз айтып отырған шығармашылықты қолдау жобасы негізінде үйірме ашып, сол қазір айналасында 20 бала тәрбиеленіп, ол қосалқы мына Тасбөгет кентіндегі мәдениет үйінде үйірме ашып, жан-жағы бас аяғы сол азаматтың айналасында 30-40 адам бар. Ол қуанатын. Ертең әрқайсысы солардың барлығы бір жаңағы
сұмдық жырау болып кетпесе де, әнші болып кетпесе де, домбыраны құлағын келтіріп былай шерте алатын, екіде жоқ дегенде бір екі үш өлең айта алатын адам болады ғой. Соның өзі біздің ұлтымыз үшін, біз үшін, өнер үшін үлкен пайда емес. Соны айтсам болады. Енді кейін кезде інілеріміз бар, енді оларға қолымыздан келгенше ұстаздық қылып жатырмыз ғой. Қазір енді Жәнібек жақсанып келе жатыр. Шәкірттер бар. Енді жарқ етіп шыққан кезде ол өздері осы ұстазым деп айта жатыр. Былтырғы жылдың желтоқсан айында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік мәртебем атты республикалық облыстық байқау өтті. Ол байқауға республикалық облыс көлемінде танылып жүрген барлық жыршылар, термешілер өнер көрсетті. Жалпы осындай байқауларда сол жыршыларға, термешілерге белгілі бір талаптар қойылады ма? Еркіндік беріледі ма негізі? Еркін тақырыпта бір шығарма қойылады. Біз тақырыбымыз тәуелсіздік дедік пе? Тәуелсіздік тақырыбында тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ қой. Тәуелсіздіктің жолында қаншама қан төгілді. Сондықтан солардың барлығын сондай талап қойғаннан кейін олар ізденеді. Тәуелсіздік туралы не жазсақ болады, не айтсақ болады. Сондықтан ол ар жағындағы шығармашылығын дамытуына, тарихының санасының түйсігінің ашылуына себеп, тақырыпты шартты түрде қою. Және сол бойынша. Сол тақырып негізінде қоямыз, тақырып міндетті түрде берілу керек. Ал екінші кезеңдегі тақырып ол еркін, көңіл қалауы. Сен соны айт. Соның негізінде болды. Жаңа өзіңіз айтып отырғандай, ешқандай облыс аймағында қатысам деген жастың бетінен қаққан жоқпыз. Барлығын тіркеуге қостық. Мейлінше өнерлерін көрсетті. Әрине, енді бәйге болады. Жаңа сулы жерде сүйрік бар, бәйгелі жерде жүйрік бар дегендей. Көзін көрсеткендер болды. Бірақ әлде де жастар ғой енді. Кемшін тұстар да болады, әлі қалыптасу деңгейінде ғой. Бірақ енді бірінші осы атқарылған алғашқы бастамаға болады. Қанағат қылуға. Енді ол жерде қателеспесек, еркін тақырыптары болу керек, діни тақырыптарда да толғады. Енді осы тұрғысында діни тақырыптарға қаншалықты баса назар аударылып жүр? Дұрыс айтасыз. Бұл бірінші осы өткізген, бұл осы Мәдина Ералиева атындағы қалалық мәдениет үйінің қолдауымен, бастамасымен өтті. Олай дейтін себебіміз ақын, айтыскер ақын, сол жаңағы мәдениет үйінің директоры біздің бауырымыз Нұрмат Мансұров осы жылды қорытындылайық бір өзекті, бір салмақты, сүйекті дүниемен бір қорытындылайық деп хабарласып, сол кісінің мына несімен, жаңа ойымен осы мінәжат, біздің мінәжат жырларымыз бар ғой. Мінәжат жырларымыздан бұл біздің қазір діни шығармалар деп жүр ғой. Сол діни шығармалардың негізінде өткізсек қалай тәуелсіздіктің. Содан кейін жақсы. Біз неге олай өткізбеске? Өйткені біздің айтып жүрген Шораяқтың Омары болсын, Тұрмағанбет болсын, Нұртуған болсын, Ерімбет, Қарасақал Ерімбет болсын. Бұлардың барлығы да уақытында алды Көкілташ медресесінен, Бұхарадағы Көкілташ Мірарап медресесін бітіргендер. Ол жаққа бармағандар Хиуаға барып медресені бітіргендер. Ал жүдә болмағандар сол кездегі елдегі ауыл молдасы дейміз ғой, сол халықтың салып берген мешітінде, медресесінде білім алған сөз зергерлер, зергерлер. Бұлардың әр қайсының көзі ашық, көкірегі ояу болған. Сол заманның енді білімі ғой бұл. Біздің кейіннен ескіше білім алған деп жаңа біздің кітаптарда жазылмайды ма? Сол ескіше білім алған деген сол біздің сол Бұхарадағы ауыл молдасынан медреседе білім алған адамдарымызды сол ескіте жүрген. Ал сол заманның рухани өркениеті сол еді. Ешқандай мәселе болған жоқ. Әр ауылдың бір ақсақалы, бір байы, бір молдасы болады дегенде. Сол молда бүкіл халықтың қарауында алдына малын салып береді, ана жерге мешітін салып береді, біздің балдарды оқыды. Көзін аш, хат таныды. Сол қызметте болған адамдар ғой. Бұларды біз дәстүрімізден, мынау біздің дін тақырыбынан тысқаралып қарай алмаймыз. Себебі осылардың барлығы да шариғаттан сусындаған адамдар. Сондықтан енді шығармаларының басым көпшілігінде осы біздің рухани адамгершілікке, имандылыққа басымдық беріп, соны
жиі насихаттап отыратыны содан. 19 ғасырдың 20-шы аяғы түгелдей 19 ғасыр және 20 ғасырдың басына дейін жыраулар, сол кезеңдегі жыраулар осы рухани ағарту қызметінен бірде-бір тайқаған емес. Сөз арасында айтып өттіңіз ғой, анау республика көлемінде, анау шет аймақтарда барып қаншама концерттер қою жоспарда бар, байқаулар өткізуде ойда бар деп жатсыз. Енді республика көлемінен жоғары халықаралық деңгейде қазақ дәстүрін, жыршылық, термешілік өнерді таныту жоспарда бар ма алдағы жұмыс? Әрине, ол енді жоспарда бар. Осы енді жүдә бір жаңағы 20 жуық түрік халықтарын шақырмасақ та, Қарақалпақтағы, Өзбектегі, Қырғыздағы, Түркмендегі ағайындарды шақырып, өзімізше бір халықаралық осы ерікті жастар болып бір концерт бергіміз келеді, халыққа қауышайық бір-біріміз. Қолашымызды жаю керек болып тұр, Ердәулет. Ол енді қолдау болса, демеу болса, бұл жоспарда бар. Бір азаматтар, осы ағалар, айналайын Маратжан, осы әйтеуір тарбан батсындар ғой деп арқамыздан қағып, маңдайымыздан сипап, кішкентай ғана дүниесімен бөлісіп отырса, біз соны береке қыламыз ғой. Бәке, енді өзіңіз қазақтың ұлттық құндылықтарын ұлықтауда азды көпті еңбек сіңіріп жүрсіз, өзіміздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, тәлім тәрбиемізді насихаттауда барынша маңдай тер төгіп жүрсіз. Енді осы жан-жақтан өзінің атқамінер ұлдарын қарамағыңызға, өзіңіздің жаныңызға ерткісі келетін жастар болса, ағалар болса, оларға қандай қолдау білдіресіз жастарға? Қолдау білдіреміз. Енді балдарын ерткісі келеді, жас балдарын ерткісі келеді. Оларда барып өзімізге қарасты жігіттерге сабақ беріп жатыр ғой. Соларға жетектеп апарып табыстаймын. Осының маңайында бол. Жоқ дегенде осы жерден домбыраны танып шығасың, сөз танып шығасың, жоқ дегенде өлең танып шығасың деймін. Ал енді буыны бекіп, оңмен солын танып жатқан азамат әрқайсысы қасыма топтасып жатса, ол мына нұр үстіне нұр, маған әліме күш болмай ма? Қазір енді әйтеуір ағалап ізімізге еріп, тәтелеп ізіне ерген сіңілдерін де Күнсұлуда өзекке теуіп жатқан жоқ. Біз де қуанамыз. Әйтеуір ектермет білген адамның өзін көшімізге ертіп алып кетіп жатырмыз. Сенің білетін не бар ектерме, сен әлі сахнаға қарқылып шыққан жоқсың, әлі піскен жоқсың, толысқан жоқсың деп бетінен қайырып жатқан жоқсың. Алматы кетіп баратырмыз да, Алматыға алып баратырмыз. Астана кетіп баратырмыз ба, Астанаға да ертіп баратырмыз. Көрсін дейсің. Көрсін. Көз ашылсын, қызығушылық оянсын. Кеше мысалы Астанаға бардық. Ерлан Рысқали ағамыз өзі тікелей бізді тыңдап, соған үлкен кеңес қылды. Ерлан Рысқали ағамыз мысалы енді қолы жетіп бізді күнде Қызылордаға келіп жатқан адам емес, телевизордан көріп жүрген адам. Оны көріп арқаланып жатыр, күшейіп жатыр, биік терме болса да соны пісіріп халықтың алдына айтып жатыр. Ешқайсының бетінен қағып жатқан жоқпыз. Сен әлі ол деңгейге, ол сахнаға шығатын деңгейге жеткен жоқсың деп ешқайсының бетінен қағып жатқан жоқпыз. Жүр, көр. Қазір оның піскенін, оның төселгенін, оның үлкен жырау болып күтіп отыратын уақыт жоқ. Енді қандай да бір салаға қызығарда бойыңда 1% талант, 99% еңбек болу керек деп міндетті түрде үлкендеріміз айтып өтеді. Енді осы жастарға, жыршылық, термешілік өнерге қызығушы жастарға жалпы айтарыңыз бар ма? Барлығың бірдей бауырыңа домбыраңды басып, ел аралап жырау болып кет деген шарт жоқ. Сондықтан мен айрым азаматқа айтамын, біздің өзіміздің тіліміздің құнарын, ескі әуенімізді, біздің рухымыздағы ескі әуенімізді түбінде бір іздейтін кездер болады. Біз енді қазір жас мемлекетпіз. Біздің 30 жыл деген әлде де толысу керек. Тым құрғанда ширек ғасыр керек. Оңмен солды жақсылап біліп, әр нәрсенің қадіріне жету үшін. Сондықтан қазір керек болмағанмен ертең түп айналып келетін түп қазығымыз ғой. Дұрыс айтасыз, Мәке, көп рахмет. Жалпы бүгінгі сұхбатымызда анау жыршылық, термешілік өнерден азы-мазы сусындадық деген ойдамыз. Алдағы уақытта міндетті түрде тағы да сұхбаттасамыз деген жоспар бар. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.